Biz to'yxonaga keldik. Apamızga 75 yaş, Ayşaga 9 yaş. Ayşa. Осындай той болып жатыр бізде. Достар, подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Мына осындай аяулы анамызға 75 жас. Осындай. Mana dostlar, Ayşan tuğan günü. Tuğan gün. Nah, sisi sosayız kurmuştu. Wow, nah жерде ayağına күшті болып отыр ғой. Принцесса болып. Колбасаны гүл қылып қойған ғой. Ya, осындай әртүрлі, ya, mana жұлдызы бар, динозавр бар. Еще осындай, mana. Вау, mana Айсесі принцесса болып кетті ғана. Күшті кім. Достар, бәріміз осындай аппақ киіндік қой. Төртінші столдарға, ағайын туыстардар, төртінші столдардан орналасты. Достар, бізде осылай бәрі жайғасты, бәрі отырды. Осылай бәрі жайғасты. Достар, осы жерде немерелер бәрі бір-бір үштік гүл алып шығады. Достар, бізде осындай тойды бастап, Айша, тойды бастап осылай артынша концерт шығарды. Сыйлайда білсең анаң да, бақшаңыз тұрар гүлдеп те, перзенттерге айтарым анаңды мәңгі, құрметте десе қадірлі қайдар. Ананы құрметтеген, ананы алақанға салып аялаған, ананы қадірлей білген, қасиетті халықтың ұрпағымыз қадірлі қайдар. Құрметтегі жақсылар, осы жасқа жеткен бар, жетпеген бар, Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Гүлсім анамыз бүгін мінекей 70-ке келіп отыр қадірлі ағайын. Мерейтой иесі ардақты Гүлсім анамызды той төріне шақырғанды жөн көріп отырмыз. Ендеше қадірлі ағайындар, орнымыздан тұрып, қол соғып құрмет жасап, бүгінгі біздің ардақты анамызды қазақ елінің маңдайына біткен бір туар өнер иелерінің бірі, елдің ерке қызы Наркенже Серікбаева қыздарыңыздың әдемі әніменен бүгінгі Гүлсім анамызды қарсы алайық қадірлі ағайын.
Gülsüm anamızla buradan savuşumen cezaya ki ortaklık ciyemesi Allah'a sansız şükürler olsun kurnetli ağaylar bugün bireki köpümüzden kuralmay ketken kızığı degemen bireki yerişin kızmet yetip ömürden kıyналmay ötüp осы жасқа жетіп жатқан апамыздың мерекесі құтты болсын қадірлі ағайындар. Апа, тойыңыз той боласын. Бүгін енді апамыздың қолынан жетектеп әжесіменен бірге шыққан Айша қызымыздың да туған күні екен, сондықтан Айша қызымызға бір қосылайық қадірлі ағайындар. Өмірден қиналмай өтсін деп, ел үшін қызмет етсін деп, апасының жасына жетсін деп тілек білдіреміз. Ал енді Гүлсім апа кез келді береді бұл батаны да, кез келді жақсы әже атану да, өзіңізден өсірілген ұрпақтарын қызмет жасай берсін отанына, қиналмаяң апажан жетіңізші 70-80-90-ның қатарына, 70-дің мінген кезде атанына, 100-інде жол жүріңіз сапарына дейін құдай қаласа аман болыңыз ұрпағыңызбенен мың жасаңыз естелікке суретке түсіп той төрінен орналасаңыздар. Рахмет. Менің де болар жазығым, жүзіңе түскен әжімнің ана алмайды сірә дегенім, жаныңда жүрсем де берім, алыстан аңсап келемін саған. Ана түсім ұшыным менің, білсең ғой жолу деген, ананың жанары ғой күлімдеген. Қол соғып қойсаңыздар ағайындар, мінекей. Ал енді екінші ұлыңыз Қанат. Ой, бәрекелді, қош келдіңіз, қанекей.
Ассалаумағалейкум, қадірлі қонақтар. Бәріңізге рахмет, сыйлап келіп жатқандарыңызға. Барлықтарыңыздың үйіңізде осындай той болсын, денлеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, шаршамаңыздар. Осылай той көріп жүре беріңіздер. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, 70 жасыңыз, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, шаршамаңыз. Осы біздің арамызда осылай күліп ойнап, жаңағы 80 жыл, 90 жылдықты тойлап жүре берейік, Құдай қаласа. Немерелердің қызығын көріңіз, Құдай қаласа. Сізге барлық жақсылық тілеймін, Құдай қаласа. Ауырмаңыз, главное. Орныңыз осы жерде тұра берсін постоянно. Рахмет. Ай, бәрекет, рахмет. Әрменірек кәнеке, келіндердің тілегі әрменен жеткізіліп, кәні қыздар күйе болды. Олар бақ кәні. Қыздар кәнеке. 3 жылдан кейінгі бір түйір ұзағай бір қошемет жасап қойыңыздар анамыздың. Қош көрдіңіз кәні. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Апа туған күніңіз құтты болсын. Ортамызда аман-есен жүре беріңіз. Деніңіз сау болсын. Құдай қаласа бақытты ғұмыр кеше беріңіз осылай. Тек жақсылық болсын. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгін біздің мамамыздың туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз ешқашанда. Ортамызда осылай ойнап күліп жүре беріңіз. Осы күнімізден Алла айырмасын деп тілеймін. Әр күніміз той болсын, немерелеріміз көп болсын. Әрқайсының тойын көруді нәсіп етсін. Сол әрқашанда жүзіңіз жақын болып жүре беріңіз ортамызда. Шапалақ ағайындар, қыздың тілегі Қыздың тілегі деп жататын екен. Ұлан қош көрдік кәні. Мен осы үйдің, осы әулеттің ең кішкентай ұлымын. Есімім Ұлан, танымайтын. Мамашының қолында тұратын мен. Мамашының ақшасы мен жинамайды. Барлықтарыңыз тойға келгендеріңізге рахмет. Бізді сыйлап тұрауыздан. Біздің Наймандардың батыры бар ғой, Қаланбай батыр. Анасы тірі кезінде жауға еш қалқансыз шығатын болған жоқ. Сол кейіннен Қаланбай батыр соғысқа шыққанда еш қалқансыз шығады екен ар кезде. Кейін соңғы жылдарында соғысқа шыққанда қалқанмен шығады екен. Сөйтіп одан бір кісі сұраған екен: сіз неге қалқанмен шығып жүрсіз соғысқа дегенде, мен қазір қорқам деп айтады екен. Неге десе, себебі баяғыда адам тірі кезде мен ешкімнен қорықпаушы едім, қалқансыз кез келген соғысқа шығатын едім деген екен. Сол ұқсап қазірде мен қалқансыз шауып жүрген кезім, так что анамыз қасымызда күніге азанда жұмысқа кететін кезде, енді азында алып та тұрамыз демей қойып, 10-11-лерде тұрамыз. Жұмысқа шыққанда міндетті түрде азанды шайды ішеміз. Ол азанды сағаты 10 болсын, 11 болсын, 12 болсын, азанды шайды ішеміз. Бірақ мен міндетті түрде шай ішіп алғаннан кейін анамнан, мамамнан бата беріңіз деймін да. Бірақ кейде ұяласың, түсте бата сұрап отырып, кейде ұяласың. Бірақ сонда да бата сұрап жұмысқа кетемін. Міне Құдайға шүкір, анамыздың батасы қабыл болып, енді жақсы-жақсы баталар айтып, жұмысың жүрсін. Осы анамыздың батасы бізге деген тілегі деп ойлаймын, осы күнге жеткеніміз. Міне анамыз аман болсын, 70-ке бүгін толып жатыр, бірақ біз өзіміз әлі бір кішкентай баладай сезінеміз. Құдай қаласына 70-те жетіп, 80-нен секіріп, 90-нан тоқтамай 100-ге жетіңіз деп ойлады ғой. Сонда Құдай қаласа 100 жасаңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сіздер барда біздер қартаймаймыз. Мына өмірдегі ең бір қабыл болатын тілектің бірі ананың балаға айтқан, баланың анаға айтқан тілек екен. Өйткені шын ниетіменен
şın yüreğimden olsa tilegimden niyetim bildirip, sonuqta buna her günü akbatası berip, osu ballarının ösüp öngünün tilep oturgan bizden ardaqlı anamızın ulhuzlarına tağda bir kol soğuk hürmet jasap koyalım. Aman olunuzlar. Aman olunuz. Endi oğullarınız tilek aytdı, kızlarınız, kuyboğullarınız tilek aytdı. Endi apamızın kelinleri, apamızın toyunda ne aytsak bolat dep oylanıp da kaydı. Süйтіп, soğuna gele apamızga arnap aytayık. Bunday ana kimde var dep, sonuqtan osu üç birli kelininiz, kızınız bugün osu toyun töründe özünüzge arnap ancha şuagayın. Koşumetlik, apamızın kelinlerine. Siz екінші анамыз тілегі нұр, кеудеңізде жақсылық жүрегі тұр. Сізде жанның білдірген қолдауымен жанымды жадыратып жүреді жыр. Сіз туған күн біз үшін шаттанар күн, жырыммен тілегімді ақтарамын. Мен үшін ең құрметті жанның бірі, сізден бар деп мен мақтанамын. Жастықпен білмей талай өкпелеттім, келеді көңілді көктем еткім. Жәннатымның жәннаты разы болмай, мен қалайша өркендеп көктем екпін. Жүзіңізге көркіңіз көрік берген, қолымдағы бар затым бөліп берген. Әлемдегі ең асыл алтын ене, ізіңізге ілесіп еріп келем. Өсірген адал ұл бар қасында, бақыттың кілті енемнің батасында. Болады бізде бәрі болашақта, тек сіздің дұғаңыздың арқасында. Біз үшін сізден асқан дана бар ма, ақылыңыз керек ой салаларда. Allah'ım uzak ғұмыр нәсіп етші, жан-жанды сыйлаған жан анама. Мына апамның қолдағы келді ау деймін. Жылағысы келіп апасын қайда қатты құшақтады ғой. Бір шапалақ қойып қояйықшы. Апа, келіндеріңіз аман болсын. Сіздердей болсын, сіздей болсын Құдай қаласа. Мына жақсылықты жайдап келуді, төрт құбыланы сайлап келуді, Құдай қаласа ол қыздары сіздің жасыңызға жеткенде осындай тойды тойлап беруді, ол қыздарына осы келіндеріңіздің нәсіп болсын. Аман болайық, бір қошемет жасайық, рахмет бәрекелді. Естен кепшілікке сұбаттарыңыздар. Кім бар? Көп балалы аналар, ортаға келіңіздер. Кім бар? Келіңіз. Келіңіз, апа, келіңіз. Siz kim bolasız? Keldi, qancha qilsak o'tiribmiz. 9 bursaga qo'yib, qo'shimlab qo'yayliksa. Afamma. Asıl al qimdan aylanmay. Oy, baraka atasi ko'pda yaxshi. Al endi olib ketay. Kim yaxshi biliydi, so'gan padarga. Nasar bilganning o'rni olsa biladi. Qani qiling o'rtaga chiqsin. Xudomizga qo'shimlab qo'yaylik, maestro. Xudosa o'rtaga chiqsin. Bravo, maestro, ketdi. Birga. Құланда жылдан бүй қойып шыққан, ал, кетті тағда, маэстро, музыка, ойды! Қаса!
сынап көрейік енді. Кім жақсы билейді, соған подарка. Ал құлаша, тағылар, маэстро, жетті. Жолғының бір билейік, шар шығар ортаға. Шаршамай, аяқ қолың танысадай. Жолғының бір билейік, шар шығар ортаға. Жақсы ағайын, керемет. Құдаға қошымен жасап қояйын. Бірдей биледі екісі де, құдашы да сондай әдем биледі. Әкел екселік әкел, айнандай. Бірінші анауын әкел. Мына Астанадан келген құдамызға арнайы құдеке, мына пойызбен жүгерханап әрі-бері жүргенде салып боласыз. Сыр елінен келдіңіз бе? Қапшағайдан келген әпкемізге арнайы мінекей сізге үлкен рахмет. Мына екеуіңізге де алыстан келген екенсіздер. Тамаша, шапалақ. Достар, бізбен бірге соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Тағы да міне апамыз бен Айша қызымыздың туған күні құтты болсын. Дендеріне саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Біздің каналға обязательно лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Всем пока!